Сарыарқа хоккей клубы Көкшетаудың Арлан командасымен кездесті. Айдындағы тартысқа толы ойында қарағандылық хоккейшілер жеңіліс тапты. Жанкүйерлердің делебесін қоздырып тек бірін қашырған матч жайлы біздің түсіру тобымыздан естіп білейік. Кеншілер командасы ойынның алғашқы минуттарында қарсыластың қақпасына қарай шапшаң қимылдап шабуылды өтті. Алаңда арғымақтай алқынған жерлестеріміз арландықтарға тойтарыс беруге тырысып бақты. Бірінші кезеңде есепті Артем Валеев ашты. Жақында хоккейші Про хоккей лигасы 11-ші ойын апталығының үздік ойыншысы атанды. Алайда көп күтпестен қарсыластар есепті бірден теңестірді. Тартысты ойын 1-1 есебімен аяқталды. Через середину заходит хорошим движением. Опасная передача, отскок, гол. Вот она, да, 1-1, сравнивают Көкшетау. Екінші кезеңнің 20-шы минутында ойын өте қарқынды болды. Қос команда да жеңіске қатар ұмтылды. Дегенмен де екі клубта қорғаныстың мықты екенін мұз айдынында көрсетті. Қақпашы Шәкен Ибрагимов команданы қауіпті сәттерде бірнеше мәрте құтқарды. Екінші кезеңнің нүктесі 2-2 есебімен қойылды. Попадает Валеева, и он делает дубль. Видимо, что Валееву больно. Ал үшінші кезеңде командалар тең дәрежеде ойын өрнегін көрсетті. Екі команда да қақпаларына бір-бір шайбадан енгізіп, есепті 3-3-ке жеткізді. Алайда қосымша кезеңде Кеншілер командасы шайбаны қарсыластар қақпасына кіргізді. Бірақ оны төрешілер есепке алмады. Матчта ойыншылар осал еместігін байқатты. Алайда көкшетаулықтар соңғы сәтті ұтымды пайдаланды. Осылайша Арлан командасы ойынды 4-3 есебімен түйіндеп, есепті еселеді. Хорошее движение показывает Артем Валеев. Прекрасный гол. Вот это его пластичность знаменитая. Хоккейшілерге босаңсуға әлі тым ерте. Бүгін Кеншілер командасы Арлан клубымен ақ айдында кездеседі. Қарағанды қаласында өтетін ойындар сериясы желтоқсан айында да жалғасады. Қыс мезгілінің бірінші күні жерлестеріміз торпедамен тартысқа түседі. Жанбота Рахметоллаұлы, Бүлдірген Асығат қызы, Сарыарқа телеарнасы.